Ассалаумағалейкум, барша жанашыр қазақ елі. Алдында атап өткендей, басымызға келіп түскен сынаққа бірге жеңілдетуге атсалысып, өздеріңіздің үлестеріңізді қосып жатқандарыңызға көп рахмет. Алладан қайтсын, дендеріңіз сау, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Енді мен бұл жерде ақшаны жиналғаннан кейін сборды, енді отчетін тапсыруды дұрыс деп санадым. Енді көп адамның аманаты. Енді бізде осы күнге шейін сбор ашқаннан бастап 7.686.435 теңге жиналды. Енді атап өтетін болсақ, біз осы күнге шейін НХРТУ-ға деп біз сборды аштық. Енді осы кешегі неде НХРТУ-ды алды, бірақ НХРТУ-ды алғаннан кейін жолдасым қатты сырқаттанып, әлсіреп, бұрынғыдан да төмен халге түсті. Енді бізге кеше доғдырлар жинап, бізге мынандай информация айтты. Жолдасымның ең бастапқы кезде сол төсінен бастады, содан ол өкпеге тиді. Өкпеден бауырға тиді, метастазис. Енді миға тиген дейді. Енді оны бізде емдей алмаймыз деген айтты хабар. Мұнан алғаннан ешқандай жәрдем жоқ. Енді бізге жанын алып қалу мақсатында, шипа табу мақсатында біз Индияға ұшуға бел будық. Мына жерде біздер Қазақстан паспортын алдық. Енді жиналған, жаңа атап өткендей ақша 7.686.435 теңге жиналды ғой. Енді осы ақшаға біз билет алдық. 129.446 теңгеге Ақтөбеден Алматыға, 235.790 теңгеге Алматыдан Делиға. Енді бізде қалып тұрған сума 7.321.199 теңге. Міне, біз жаңа атап өткенде алдында халықтан да аштық. Халықтан 656.000 теңге міне жиналды. Бұны біз енді Каспийға салып, емдеуге алып барамыз. Енді бізге алдағы енді жағдайымыз кішкене ауыр болғандықтан біздерге енді жоқ дегенде 3-4 рет курс өтуіміз керек. Себебі басқа лучевой терапия болуы мүмкін дейді. Олардың бағасы енді доллармен есептеледі. Өкпені бөлек емдей, төсті, бауырды барлығын емдеген кезде ақшаға тіреледі. Енді бізге керек сумма 50 миллион теңге. 50 миллион теңгедей қаражат жинала керек. Біз Индиядағы Max Healthcare деген клиникаға шақырту алып отырық. Амандық болса 13 күні жолға шығамыз. Енді Аллаға тәуекел етеміз. Сіздерден қолдау күтеміз, дұға тілекте болыңыздар. Ақшалай көмектесіп жатқан жандардың барлығына алғысымыз шексіз. Барша қазақстандықтан жәрдем сұраймыз, көмек сұраймыз. Мына сумманы еткенше жеткізіп, әйелімді аман алып қалуға. Хадистерде келгендей, егер бір адамның өмірін алып қалсаң, бүткіл әлемнің адамын тірі алып қалғандай болып саналасың. Алла разы болсын.